Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай креветке дайындаймыз. Бүгін алдыменен креветкемізді осылай қайшымен арқасын жақсылап қиып, сыртын, аяқтарын, құйрығын жақсылап тазалап аламыз. Осы арқасын қиған жерде осындай ішегі болады. Оны міндетті түрде тіс шұқығыштың көмегімен тазалап, салфеткамен сүртіп шығамыз. Содан соң барлық креветкаларымызды тазалағаннан соң ағын суға жақсылап жуып алатын боламыз. Осы ішегі тұрған жерін жақсылап сүртіп жуып аламыз. Енді табамызға қыздырып, май салып, оған сарымсақ салып, туралған креветкаларымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Тұз салуды ұмытпаймыз. Тұз салып, содан соң соя тұздығын құйып, қақпақтың астында 2-3 минут баяу отта қуырып алатын боламыз. Одан көп ұстасаңыздар, креветкенің еті қатты болады. Осылай креветкеміз дайын болды. Ұнаса лайк басып тіркеліп